Мен бүгін 20-ға толдым, бірақ өзімді 80-ге келген кәужіреген шал сияқты сезінемін. Осы 20 жыл өмірімде көп нәрсені бастан өткеріппін. Жақсысы да жаманы да болды. Қазір ойлап қарасам, соның бәрі қорқынышты түс сияқты. Көз алдымнан ақырын жылжып өтіп жатыр. Ойлап қарасам, өткен өмірімді екі кезеңге бөлуге болатын сияқты. Біреуі уайым қайғысыз балалық шағымда, екіншісі тылсым қасиеттің пайда болуымен келген дерт. Бұл ауру маған алғаш рет 13 жасымда білінген еді. Ол кезде 7-ші сыныпқа барып жүрген кезім. Ұмытпасам, қыстың басы ғой деймін. Қорқынышты кез. Таң алдында дәрет қысып оянып кеттім. Қараңғыдан сұмдық қорқатымын. Бірақ қуығыма толған дәрет қорқынышымды ұмыттырып, еріксіз сыртқа айдап шығарды. Дәліздің светін жағып, тысқа шықтым. Қора ішіндегі әжетханаға баруға жүрегім дауаламай, аулада дәрет сындырдым. Қараңғы түнде әлдекім шыға келіп, бас салардай, бойымда белгісіз қорқыныш билеп барады. Дәрет алып бола сала үйге қарай жүгірдім. Дәлізге кіргенде ғана жүрегім орнына түсіп, қорқынышым ептеп басылғандай болды. Содан төсегіме келіп жаттым. Екінші кереуетте жатқан інім ұйқы құшағында, дегенмен бірден ұйықтап кете алмадым. Әр нәрсені ойлап жатып бір кезде көзім ілінген екен деймін. Кенет баяу қалқып жоғары көтеріле бердім. Содан ақырын қалқыған күйі жерге түстім. Бұның өзі баяулап көрсететін кинолентаға ұқсайтын сияқты. Табаны беденге тиген кезде тізелерім салмағымнан бөгіліп, отырып барып қайта тұрдым. Бөлменің іші ұзын жіңішке вагонға ұқсайды. Сүттей ұйыған жарық. Кенет төсегімде жатқан өзіме көзім түсті. Көрпем ашылып, басым бір жағына қарай қисайып қалыпты. Сол жағыма қарасам, басын көрпеге тыққан інім тып-тыныш пысылдап ұйықтап жатыр. Өңім бе, түсім бе біле алмай аң-таңмын. Содан ұйықтап жатқан өзіме жақындап, өңіліп қарадым. Бет бейнем тіпті ақырын алған тынысыма дейін ап-анық естіліп тұрып, шошынайын дедім. Мынау жатқан кім деймін өзіме өзім. Ақылымнан алжасқан шығармын. Мүмкін бұл түс пе екен. Түс еместігін сезсем де, соған өзімді сендіргім келеді. Бұны ақтаудың жолы, өзімді шымшылап көрейін деген бір оғаш ой келді. Содан қолымды саным апарып бұрап кеп жіберейін. О тоба, қолым аяғыма ілікпейді. Бейне аяғым жоғалып кеткендей. Сұмдық. Қолымды саныма тағы апарып шымшылап жатырмын. Алла сақтасын. Жұдырығым аяғыма еніп жоқ болып кетті. Мен кіммін? Бұл не сұмдық деймін шошынып. Сол-ақ екен, аяғым аспаннан келіп шалқамнан құлап түстім. Құладым дегенім бекер. Көкке көтеріліп кереуеттің үстінде қалықтай келе ұйықтап жатқан денеме қайта қосылдым. Сөйтіп мен өз денемді есімді жидым. Жіңішке вагон сияқты жарық бөлме жоқ. Кәдімгі інім екеуміз ұйықтайтын кішкене бөлмеде жатырмын. Мұның не екендігін ұқпай есеңгіреп біраз жаттым. Қорыққанға қос көрінеді деген түсім шығар деп жұбаттым өзімді. Содан таң алдында ғана көзім әзер ілінді. Дегенмен бұл оқиғаны мен ешкімге айтқаным жоқ. Оған өзге түгіл өзім де онша сенбеген едім. Құдай жоқ, адам маймылдан жаратылған дегенді жоғары сынып балаларынан естігенім бар. Биология пәнінде адамның қалай пайда болғанын тәптіштеп түсіндіреді екен. 100 қаралы үйі бар шағын аулымызда намаз оқитын жалғыз Қосымбек шалтын. Ол кісі сонау совет заманынан намаз оқып, ораза ұстап келеді. Ал басқалар Алланы ауызға да алмайды. Оны айтасың, шалдардың көбі арақ ішеді. Сондай ауылда өскен, Құдайға сенбейтін материалистің бірі мына менмін. Денемнен шығып кетіп, ұйықтап жатқан өзімді сыртымнан көрдім десем, жұрттың мазағына ұшырарым анық. Онан да аш бәледен қаш бәле деп үнсіз жүргенім жақсы болар еді деп түйдім. Емі жоқ дерт. Көп ұзамай қорқынышты түнді мүлдем ұмыттым. Оны түс екен дегенге жорып, енді қайталанбайды деп жүргенмін. Содан сәуір айының бір жыл ішінде әлгі пәле тағы да қайталанды. Түн ортасынан ауған шақ қой деймін. Ұйқымнан оянып кеттім. Көзімді жұмып қалғып жатырмын. Бір кезде тағы да денемнен бөлініп шығып кеттім. Қалай шыққанымды өзімде білмеймін. Сол баяғы вагонға ұқсайтын ұзын жіңішке жарық бөлме. Өткендегі жағдай айна қатесіз тағы қайталанды. Дегенмен өткендегі аздап тәжірибе алғандаймын ба, бұл жолы онша шошына қоймадым. Жан-жағыма қарап өзімше зерттемек болдым. Бөлменің шектен тыс созылып, ұзарып кеткені болмаса, барлығы орнында сияқты. Содан есікке қарай беттедім. Қызығы сол, екі аттап жететін есікке жеткенше біраз жүрдім. Қолымды тұтқаға апарғаным сол еді. Ол зу етіп кедергісіз есіктің арғы жағына өте шықты. Екі қолыммен есікті итеремін дегенде екпініммен дәлізден бірақ шықтым.
есік маған кедергі болмады. Денем сәулеге айналып кеткен секілді. Бойымды бір белгісіз құмарлық биледі. Өмір бойы көріп, түйсініп келе жатқан түсінігіме сыймайтын таңғажайып жайды өзімше зерттеп зерделегім келді. Дәлізден еш кедергісіз көкем мен апам, кішінім мен қарындасым жатқан бөлмеге қарай өттім. Оларда тып-тыныш ұйқыда жатыр. Бөлменің іші жап-жарық. Ас үй атап кеткен. Бұл бөлме тік төртбұрышты кеңдеу болатын. Осы бөлме енді ош еті мен бұш етіне көз жетпестей далиып, үлкейіп кетіпті. Мен енді сыртқа шыққым келді. Дала қараңғы ғой деген қорқынышты ой келгенімен, байқап көрсем қайтеді деген құмарлық еріксіз алға жетелей берді. Есіктен емес, мен енді тікелей қабырғаны көктей өттім. О тоба, қабырға маған еш кедергі болмай, арғы жағына зулап өте шыққанымды сезбей қалдым. Дала сүттей ұйыған жарық екен. Айнала тылсым тыныштық құшағында, құлақ қорған танадай жым-жырт, аң-таң болып аңтарылып біраз тұрдым. Күндіз бе, түн бе, аспанға қарасам айда, жұлдыз да зым-зия. Жерде ештеңе өзгермеген. Тек үйлер мен ағаштардың көлемі әдеттегіден үлкейіп зорайып кетіпті. Көше бойлап ақырын аяңдап жүріп келемін дегенім болмаса табанымның жерге тигенін онша сезіне қоймаймын. Сұмдығы сол, үстімде трусий майкадан басқа лыпам жоқ. Көктем десе де қыстың ызғары әлі сақталған кез, бірақ не екені белгісіз, суықты еш сезінбедім. Жалаңаяқтығым да, іш киіммен жүргенім де ерсі көрінбейтіндей. Мен ауылды кезіп біраз жүрдім. Айналам алақанға салғандай жарық болғасын ба, қорқынышқа бой алдыра қоймадым. Кенет біздің көшенің бойындағы Серікбайдың қорасынан есектің ақырған даусы естілді. Оның үлкен сұр есегі бартын. Түнгі тыныштықты бұзып, үзіп-үзіп ақырады. Мен өзімнің әдеттен тыс қалпымды аздап етіп үйрене бастағандай, белгісіз бір бостандықты, еркіндікті сезінемін. Бір сыныпта оқитын Жахан деген баланың үйінің жанына келіп тоқтадым. Ішке кіріп көрсем қайтеді деген бір оғашта ой келді. Содан еш кедергісіз бөлменің қабырғасын көктей өтіп ішке кірдім. Үйдің іші самаладай жап-жарық екен. Ауызғы бөлмеде көкесі мен апасы және кіші қарындас ұйықтап жатыр. Жахан ағасы екеуі төргі бөлмеде жатыр екен. Ағасы диванда, өзі еденде, үстіне жамылған қоңыр көрпесін бүркеніп алыпты. Мен үйге оралдым. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Төсегімнің жанына келіп ұйықтап жатқан өзіме қарап біраз тұрдым. Оятқым келіп иығынан жұлқып байқап көріп едім. Онымнан ештеңе шықпады. Қолым денеге тимей бос кеңістікті қармады. Содан төсекке қисайдым. Шынын айтқанда төсекке емес, кереуетте жатқан өзімнің үстіме қисайдым. Құданың құдіретімен жатқаным сол екен, денеме еніп, тәніме қайта қосылып кеттім. Осы оқиғадан кейін өмірге деген көзқарасым біршама өзгере бастады. Бұрын бәрі алақанға салғандай айқын сияқты еді. Мен де өзімді өзгелер сияқты тәнмін деп ойлайтынмын. Тәнім төсегімде жатқанда өзімнің ауыл кезіп қыдырып кеткен жағдайымды ойлап, мен тән емес екенмін ау деген бір оғаштау ойға берілдім. Қатарластарымның бәрінің түсінігі маған бесенеден белгілі. Сондықтан басымнан кешкен жай туралы тіс жарып, ешкімге ештеңе айтқаным жоқ. Алғашқы жолғыдай емес, екінші рет тәнімнен шыққанда мұның түс емес екендігіне көзім анық жеткен. Бірақ неге тәнімнен шықтым және мұндай жағдай тағы да қайталануы мүмкін бе деген сауалға жауап таба алмадым. Арада 2 айдай өткенде таң алдында ұйқылай жатып тағы да тәнімнен бөлініп шықтым. Дегенмен бұл жолы оған еш шошынғаным жоқ. Енді мен бұның қандай құбылыс екендігін аздап түйсініп, тіпті тәніме қайта кіру әдісін де біліп алған едім. Бұл жолы да көше кезіп, ауылдың түнгі көрінісін көріп, тамашалап біраз жүрдім. Осылай арада 2 жылдай уақыт өтті. 2-3 айда бір рет қайталанатын құбылысқа етім өліп үйреніп кеткенім сонша, ол маған әдеттегі құбылыс сияқты сезіле бастаған. Өзімнің тән емес, басқа нәрсе екендігімді аздап түйсінгеніммен, бұл қасиет мінез құлқыма оншалықты өзгеріс әкеле қоймады. Мен 10-шы сыныпта оқып жүрмін. Қатарластарым сияқты жоғарғы оқу орнына түсіп, үлкен бастық немесе бай бизнесмен боламын деп армандамаймын. Өйткені оқуым орташа, шамам өзіме белгілі. Ауылда қазір жұмыста жоқ, не істеймін? Шынын айтқанда ол жайында көп бас қатырып ойлана қойғаным жоқ. Ақпан айы, қыс аяқталып келеді. Менің өмірімде біраз өзгеріс болды. Ол не дейсіз бе? Баяғы дерт асқынып, әбден күшейіп алды. Енді тәнімнен аптасына 1-2 рет тіпті күн аралатып шығатын күйге жеттім. Бұның себебін түсіне алмасам да, ақырындап бұл жағдайға бойым үйреніп көндіге бастадым. Тағы бір жаңалық, әруақ елеспен кездестім.
Иә, кәдімгі шетелдік қорқынышты кинолардағыдай елес. Оны жұрт призрак деп атап, айналасындағылар зәрелер ұшып қорқып жүрмейтін бе еді. Міне, сондай әруақ елес біздің ауылда да бар екен. Түнде тәнімнен шыққан кезде ауыл аралайтын әдетім барлығын жоғарыда айтып едім ғой. Кейін келе ауылдан ұзаңқырап, ауылдың маңайында кезетін болып алғанмын. Қыс болса да, іш киіммен жалаңаяқ, жалаңбас жүретін мен суық дегенді мүлдем сезбеймін. Біреу мына қалпымды көріп күледі-ау деп те ойлаймын. Өйткені тәнімнен шыққан мені ешкім де көре алмайды. Кәдімгі кинодағы человек-невидимка дегеннің нағыз өзімін. Айтпақшы, мен тек жаяу жүрмей, ертегідегі желаяқ сияқты аннан-мұннан бір аттап жүгіріп, тіпті көкке көтеріліп ұшады аламын. Елестен мақтадай жеп-жеңіл рахат, көзді ашып жұмғанша қалаған жеріңе жетіп барасың. Бірақ қорқақтан қырап, онша алысқа ұзай қоймаймын. Ауылдың маңайынан ғана шолаймын. Бірде ауылдан 5-6 шақырымдай жердегі ескі қыстауға тап болдым. Кез келген кедергіден көктей өтіп, оқтай зулайтын, тіпті көкке көтеріліп ұшатын елес тәнім болғасын ба, анау-мынаудан қорқуды қойғанмын. Кенет әлгі қыстаудан шыққан, сақал шашы өскен, жүдеу жүзді орта жастағы біреу маған бас салсын. Бірақ елес тәнімді ұстай алмай, ауа қармап, сонда да ызалы жүзбен маған таптап береді. Алғашында қатты шошып қалған мен елес тәніме ештеңе жасай алмасын білгесін батылданайын дедім. Кімсіз, қайдан жүрген адамсыз деймін әлгіге. Өзің кімсің деді ол маған ежірейе қарап. Бостанмын. Бостаның кім? Аққайнардансың ба? Иә. Кімнің баласысың? Шаймерденнің, көше Шаймерден бе? Иә. Сені танымайды екенмін. Мен қайтқанда дүниеге келмегенде шығарсың. Қайтқаны несі дедім таңырқап. Өлгенде деймін. Мені не, тірі адам деп ойлап тұрмысың? Деп шөпелдеме ештеңе айта алмай күрмелдім. Иә, мен әлдеқашан өлген адаммын. Болам анау қырдың басында. Неге? Қорымға неге қоймаған? Мен ажалыммен өлгенім жоқ, асылып қалдым ғой. Солай бауырым. Ал өзің кімсің? Сен де әруақпысың? Жоқ. Қалай әруақ емессің? Тәнің қайда? Үйде? Енді самарқау кезегі оған келгендей маған таңырқай қарады. Не айтып тұрсың? Сенің әруақ екенің көрініп тұр ғой. Жоқ, мен әруақ емеспін. Тәнім үйде ұйықтап жатыр. Өзім осындамын. Кенет ол маған тесірейе қарап, кіндігімнің астындағы жіңішке ақ жолаққа көзі түсті. Мен бұрын байқамаған екенмін. Кіндігімнің астында жіңішке машина жіптің жуандай ақ жолақ бар екен. Мені сол жарық жіп тәніммен байланыстырып тұратын секілді. Иә, сен шынында тәніңмен байланысқан сияқтысың. Қызық екен. Мұндайды бірінші рет көріп тұрмын деді ол, өз-өзімен сөйлескендей күбірлеп. Тәніңнен қалай шығасың деді сосын таңырқап. Мен басымнан кешкен жайды түгем баяндап бердім. Ол таң қалып басын шайқады. Қызық нәрсе екен. Мен осы өмірде талай сойқан жағдайларды көрдім. Бірақ мен дәл мынандай оқиғаны естіген де көрген де емеспін. Сіз мұндай күйге қалай тап болдыңыз дедім бір кезде. Бәрі жастықтың желігі ғой. Бір қызға ғашық болдым. Ол маған қарамай басқа жігітке шықты. Соған ерегісіп басылып қалдым. Өзіне қол салған деп мені сол кездегі ауылдағы ақсақалдар қырдың басына апарып жеке қойғызды. Содан осындай әруаққа айналдым. Алғашында ауылды кезіп, жұрттың арасында болдым. Бірақ кейін келе адамдардан жеріндім. Қазір мынау қыстауды мекен етемін. Оның есімі Есперген екен. Серік табылып қауқылдасып, екеуміз арқа-жарқа болып қуанысып қалдық. Менің кіндігімнің астындағы ақ жолақ сым тәнімен байланысып тұрса керек. Ал Еспергенде ондай жолақ жоқ, яғни нағыз әруаққа айналған. Қорымға жерленген адамдардың әруағы бола ма екен деймін мен. Жоқ, оларды жерлегенде молда Құран оқиды. Содан ба, қорымда жерленгендер мен сияқты дала кезбейді, молаларында жатады. Осы күннен кейін мен күнде Еспергенге барып, екеуміз таң атқанша әңгіме-дүкен құрып жүрдік. Мен туғаннан 2 жыл бұрын 1982 жылы дүниеден өткен Есперген содан бергі жылдарда әруақ болып ауылды кезіпті. Көрмегені білмегені жоқ. Айтып отырса таусылмайтын жыр екен. Жүр кеттік, мен саған бір қызық көрсетейін деді бірде Есперген. Содан екеуміз самғай ұшып ауылға жеттік. Ауылдың арғы жақ шетінде Боқан деген шал тұратын. Жалғыз ұлы сотталып, келіні мен кішкентай немересімен бірге тұрып жатқан. Үйдің қабырғасы елес әруаққа кедергі болып па. Екеуміз қабырғаны көктей өтіп үйге ендік. Пеш жағылатын ас бөлмеде кішкентай баласымен келіншек жатыр. Шал төргі бөлмеде еденге салынған төсекте ұйқы құшағында. Мұнда неге келгенімізді білмей аң-таңмын. Шынын айтқанда, біраз үйлерге өзімде кіріп көріп жүрмін. Таңғалатын ештеңе жоқ. Ұйықтап жатқан адамдарға қарағанда қызық болып па? Мұнда не бар деймін Еспергенге қарап.
тісте бол, ерніне саусағын апарып, даусыңды шығарма дегендей. Ау, бізді болсын болмасын ешкімді естімейді. Тіпті бар даусыммен айғайласаң да деп, ешкімнің құлағына кірмейді ғой дедім мен таңырқап. Жә, дәңгірлеме деді ол. Кішкене күт, сосын көресің қызықты. Біз 1 сағаттай отырдық ау деймін. Шынын айтқанда, елес тәнмен жүргенде уақыттың қалай өткен онша сезіле қоймайды. Бір кезде төргі бөлмеде жатқан шал оянып, қақырынып, түкірініп далаға шықты. Әжетханаға бармай есік алдында дәрет алған ол бөлмесіне емес, келіні жатқан ас үйге кірді. Ол ұйқы құшағында жатқан келінін иығынан тартып жұлқынып жатыр. Оянған келін басын көтеріп, үн-түнсіз шалдың соңынан ерді. Екеуі төргі бөлмеге кіріп төсекке қисайды. Шалай шай жоқ бірден келіннің үстіне қона кетіп сәлден соң құнжаңдап еркектік шаруасына кірісті. Болат деген сыныптас баланың үйіндегі видеодан көргендерім болмаса, ер адам мен әйелдің төсек жақындығын өмір көрмеген басым аузым ашылып аңырайып қарап қалыппын. Түн қараңғы болғанымен елес тән үшін үйдің іші де далада сүттей ұйыған жарық. Ырсылға басқан шалдың екпінді қимылына сәлден кейін келіншектің аяныштан қылы қосылды. Көздерін тарс жұмып, екі қолын екі жағына жая шалқасынан жатқан келіншек бар дүниені ұмытқандай рахатқа батып баяу ғана ыңырсиды. Шаруасын бітірген шал бір кезде келіннің үстінен түсіп шалқасынан жатты. Көрпесі ашылыңқырап қалған келіншектің жалаңаш сандары жарқырап көрініп жатыр. Келіншек орнынан тұруға сықпайтын сияқты. Төсегі ләззатының дәмін алғысы келгендей ашық-шашық күйі керіліп біраз жатты. Орныңа бар, ана бала оянып кетіп жүрер деді шал бір кезде. Келіншек орнынан сүйретіле тұрып ас үйге кетті. Қалай деді Есберген маған қарап. Сұмдық екен дедім мен. Туған келінмен қалай мұндай ұятсыздық жасайды? Өзі болса 80-ге келген шал. Онда тұрған не бар? 80-ге келсе де шалың мығым, көрдің бе қимылын? Көптен бері осылай жасай ма дедім бір кезде. Мен білгелі 2 жылдай болды ғой деймін. Шалдың баласының аты Мұхтар. Ол ел ішінде рекет аталып жүрген адамдарды бопсала бақшалатындармен қосылып, біраз дүниені бүлдірген екен. Содан ақыры қолға түсіп, 10 жылға сотталып тынды. Кішкентай бір ұлдары бартын. Менің білуімше, балалары биыл мектепке барған болуы керек. Шалдың 3 қыз бір ұлы бар. Қыздары тұрмысқа шығып кеткен. Біреуі осы ауылда тұрады. Ұлының жасы менің білуімше 32-35-тің шамасында, ал келіншегінің жасы көп болса 30-дарда шығар. 80-дегі шалдың 30-дағы келіншекпен жақындасуы ақылға сыйымсыз шаруа сияқты. Боқан шалдың үйінде болған іс маған қатты әсер етті. Бұрын ауыл адамдарының бәрі тамаша, ақ көңіл, ақ жүрек сияқты көрінетін. Сөйтсем неше түрлі сұмдықтар болып жатады екен ғой мұнда. Арада 2 күн өткенде түнгі кездесуде мен осы жайында Есбергенге айтқанында ол, сен білмейсің ғой Аққойнарда неше түрлі құлақ естімеген сойқандар болып жатады деді. Егер мен жазушы болсам, жұрт қырылып оқитын керемет қызық кітаптар жазар едім. Атасы мен келіннің ойнас жасағанда қызық болып па дедім таңырқап. Несі қызық емес? Қазір адамдар махаббат қызық мол жылдардағы Ербол мен Меңтайдың пәк махаббаты дегенге сенбейді. Оның бәрі ойдан шығарылған ертегі дейді. Өмірде бәрі басқаша болады. Махаббат деген болмай ма сонда? Ал өзіңізде ғашық болған жоқсыз ба? Мен жастықпен ақмақшылық жасадым. Кейін көзім ашылды. Мен ғашық болған қыздың кейін не істегенін білесің бе деді. Сосын ол маған қарап. Не істепті? Ол салдағы балаларымен күйеуін тастап, курортқа барғанда танысқан дөкей бастыққа тиіп алыпты. Әлгі бастықта сұлу келіншекке қызығып, әйелі мен балаларын қаңғытып тастап кетіпті. Бірақ та олардың бағы ашылмапты. Біреулерге берешек болып қалған ба? Біреулер ғашығымның күйеуін өлтіріп кетіпті. Сөйтіп ол қартайған шағында жападан жалғыз қалды. Мұның бәрін қайдан білесіз деймін мен таңырқап. Ау, менің бар шаруам ауыл кезіп жұрттың өсек аяңын тыңдау емес пе? Солардан естідім. Жалпы әйел дегендерге еш сенім жоқ. Оларда ұяттары да болмайды. Неге бұлай дейсіз? Жақсы қыздар, келіншектер бар ғой дедім мен оған келіспей. Мен саған бір қызық көрсетемін бүгін. Содан кейін сөйлесерміз бұл жайында. Осыны айтқан ол қане ер соңымнан деп көкке көтеріліп самғай жөнелді. Екеуміз қалқы ішіп күләнда деген жалғыз өзі тұратын жесір кемпірдің үйіне келдік. Қызығы сол кемпір жататын бөлмеде диванда қалғып отыр. Свет жанып тұр, төсек салулы. Бір қыдырау уақыт өтті. Бір кезде сықырлап сыртқы есік ашылды. Ұшып тұрған кемпір дәлізге шықты. Есік ашып үйге кірген, үстінде күртесі бар көрші тұратын 8-ші сыныпта оқитын Ермек деген бала екен. Не болды, сені күтіп таң атқанша көз ілмедім ғой деген кемпір күрткесін шешкен бозбаланы бас салды. Құшақтап жабысып ерінен сүйіп аймалап өліп өшіп барады. Содан екеуі құшақтасқан қалпы төргі бөлмедегі салулы төсекке келіп жатты. Ермектің қимылы Боқан шал сияқты тегеурінді болмаса да, керісінше кемпір оны аймалап сүйіп, ыңқылдай ма, ыңырси ма,
өліп өшіп жатыр. Болаттың үйінен тамашалаған шетелдік киноны көріп отырғандай, олардың мына әрекетіне қадала қарап мен отырмын. Шаруасын аяқтаған бозбала кемпірдің үстінен түсті. Бірақ Күләнда кемпірдің мауығы басылмаған сияқты. Ол құшағынан шығармай аймалап сүйіп әлек. Өзімнен 2 сынып төмен оқитын баланы дәл осындай іс жасайды деп ойламаған маған мынау сұмдық әсер етті. 60-тан асқан кемек кемпірмен сүйіскені жиіркенішті-ақ. Есберген айтқандай шынында да ауылдың мен білмейтін көлеңкелі сыры көп екен ғой деп ойладым. Көрдің бе деді Есберген маған масаттана қарап. Махаббат деген болады деп сенесің бе осыдан кейін? Бұның бәрі жай құмарлық қой, шын махаббат деген басқа деймін мен де беріспей. Махаббат деген бір-біріне күйіп жанып ғашық болу, қыз жібекпен төлеген, көзі көрпеш баян сұлу сияқты дейсің бе сонда? Иә, шын махаббат өмірде болады дедім мен нық сеніммен. Мен саған қарағанда көпті көрген адаммын, бірақ бір-біріне өлердей ғашық болып көрмесе тұра алмайтын жанды кездестірмеппін. Мен оған өзімнің уәждерімді айтып, шын махаббаттың болатын дәлелдеуге тырысып беріспей жатырмын. Мына айтқандарыңа қарағанда біреуге ғашықсың-ау деді Есберген бір кезде. Мынаны естігенде ұрлығым ашылып қалғандай қатты ыңғайсызданып қалдым. Дәл үстінен түстің білем. Кімге ғашықсың жасырма, мен бәрібір тірі жанға айта алмаймын. Елес әруақтан ыңғайсызданып қайтемін. Бәрібір ешкімге айтпайды деген ой келіп, Күнсұлу деген қызға дедім. Танымайды екенмін, кімнің қызы? Темірбектің қызы. Темірбектің деймісің? Оның үлкен қызы ма сонда? Иә. Неге екені белгісіз, солақ екен әруақ елес қарқылдап кеп күлсін. Шегі түйілгендей күлкіге қарық болған ол Күнсұлу деймісің дейді мәз бола келіп. Не болды деймін мен, оның мағынасын аңтан қалып. Темірбектің қызы ха-ха-ха деген ол уақыты келгенде саған қызықтың көкесін көрсетемін деп, онан сайын мәз болды. Оның мұны не себепті айтқанын түсінбей, мен жападан жалғыз жүрген елес әруақтың жай сандырағы шығар деп мән бермегенмін. Арада бірнеше күн өтті. Есберген маған бір күні жүр саған қызық көрсетейін деді. Оның қызықтар көңіліме онша ұнай қоймаса да, нем кетеді барсам барайын деп ойладым. Түн ортасынан ауған кез екеуміз Темірбектің үйіне келдік. Күнсұлу туралы ойлауым мұң екен, жүрегім атқақтай соға жөнелді. Тәнім үйде қалса да, қызығы сол елес тәнімнің жүрегі де атқақтай соғатын сияқты. Ауызғы бөлмеде еденге салынған төсекте бірнеше бала ұйықтап жатыр. Есберген мені ішкі бөлмеге бастады. Ондағы көрініс мен үшін көктен найзағай түскендей күтпеген жай болды. Едендегі көрпеше үстінде құшақтары айқасқан екеу жатыр. Қыздың жалаңаш сандары жарқырап көрініп тұр. Бетін еркектің омырауына тығып алған оның кім екенін алғашында біле алмасам да, бір сұмдықтың боларын сезгендей сабырсыз күйге түстім. Бір кезде қимылсыз жатқан екеуге жан бітті. Алдымен еркек құшағындағы қызды шалқасына алып үстіне шықты. Содан кейін бірден шаруасына кірісіп кетті. Шалқасынан жатқан қыздың жүзіне көзім түскен сәт жүрегім шымырлап, бойымды белгісіз бір сезім билеп алды. Еркектің мойнынан қапсыра құшақтап, көзін ашып аспанға қадала қарап жатқан қыз Күнсұлу еді. Тән ләззатына балқыған ол бір кезде шыдай алмай ыңырси бастады. Еркектің қимылы да үдеп, бар дүниені ұмытқан екеуі рахат дүниесінде қалқып жүзіп жүргендей. Өз-өзіме өзім сенбегендей аңырая қарап мен тұрмын. Қалай екен дегенде Есберген маған айызы ғана қарап жымың-жымың етеді. Көрдің бе ғашығыңның не істеп жатқанын деді бір кезде шыдай алмай. Тілімді тістеп үнсіз тұрмын. Не деймін? Қыз-келіншектердің арасында жан дүниесі таза, адалдары болады деп бет бақтырмаған басым, мынаған не уәж айтарымды білмей, тілімді тістеп іштей мүжіліп отырмын. Шаруасын бітірген еркек қыздың үстінен түсіп жантайып жатты. Сол кезде ғана оның жүзін көрдім. 40-тан асқан бала шағасы бар, математикадан сабақ беретін Айболат аға екен. Сол-ақ екен, жүрегім сұмдық құлазып сала берді. Сол сәт алғашқы, бәлкім соңғы болар ақ махаббатыммен мәңгі қош айтыстым. Менің аруға балаған қызым балалы шағалы еркекпен ашына болып, нәпсінің құлына айналған ойнас құмар болып шықты. Есберген онсыз да жаралы жанымды одан әрі ғажап. Махаббат деген кейін сенесің бе дейді қылжақтап. Оған не деп жауап берерімді білмей, үнсіз жүрегімді жегідей жеген өкініштің жетегіне еремін. Бұрын мен де сенің жағдайыңды басынан кешкемін. Аруға балағаным көрінгенге көз сүзгіш салдақы болып шықты. Сол үшін жас өмірімді құрбан еттім. Енді өкінгенмен не пайда деді. Бір кезде ол күйінішін жасыра алмай, көкірек жара күрсініп. Сол түнді мен ұйқысыз өткіздім. Таңертең сабақта сыптай киініп, сызылып жүрген Күнсұлудың жүзіне қарай алмай, түндегі сұмдықты өзім жасағандай ыңғайсыз күйге түстім. 3-ші сабақ математика болатын. Айболат аға ештеңе болмағандай тақтада сабақ түсіндіріп тұр. Сол сәт шыдай алмай Күнсұлуға қараған едім. Ол баяғыша сызылып,
түк болмағандай төмен қарап отыр. Түріне қарасаң күнәсіз пәк, нәзік жандар екендігіне қапсыз сенгендейсің. Сол сәт көз алдыма екі көзін аспанға қадап, құмарлықтан түрі бұзылып кеткен түндегі бейнесі келе қалды. Құлағыма ыңырсыған үн естілгендей, жүрегім сұмдық сыздап сала берді. Белгісіз сезім бойымды өртеп барады. Бәлкім бұл қызғаныш па, әлде жиіркеніш пе, білмеймін. Осы оқиғадан кейін мен енді Есбергенге еріп Аққайнардың қызықтарын көрмейтін болдым. Есбергенге қызық көрінгенмен маған ол жиіркеніш туғызатын жаман нәрсе сияқты сезілді. Ар-ұяттан жұрдай болып айырылған, нәпсінің құлы болған адамдардың арсыздығы да қызық болып па. Бірде мен Есбергенге ұзақ жылдар бойы елес әруақ болып жүру қаншалықты қиын немесе қызық деген сауал қойдым. Бір қарағанда оның өмірі уайым қайғысыз тыныш өтіп жатқандай әсер қалдырады. Тамақтың, ұйқының, үй-жайдың, жұмыс істеудің еш қажеті жоқ. Елес әруақ ешқашан ауырмайды, қартаймайды және өлмейді. Рахат емес пе? Мен осы ойымды айтқанда ол көкірек жара ауыр күрсінді. Сен білмейсің ғой менің өмірімнің қандай екенін деген. Содан кейін ең ауыр қиындық жалғыздық екен. Мен айналамдағы адамдарды көріп естимін, ал олар менің бар жоғымды білмейді. Сен кездескелі ғана іштегі шерімді тарқатып, біршама жеңілдеп қалдым. Содан кейінгі қиындық емес-ау, нағыз азап. Бұл елестен әкелген қолайсыздықтар. Мысалы, мен кейде қатты тоңамын, әсіресе қыстың күндері. Ал жылынайын десем, жылына алмаймын. Тісім тісіме тимей қалшылдап кетемін. Үйге кіріп, тіпті пештің ішіне түсіп кетсем де жылына алмаймын. Кейде керісінше, жаздың қапырықтарында қатты ыстықтап шөл қысады. Таңдайым кеуіп ыстықтан басым айналады. Бірақ салқындайын да, су ішіп шөлімді де баса да алмаймын. Құдықтың ішіндегі суға түсіп те көрдім. Бірақ онан еш қайран болмады. Кейде қарның ашып, ішің шұрқырайды келіп. Тамақ ішкің келсе, іше алмайсың. Жұрттың үйіне барып дастарханға қойған тамақтарына қолымды созып жегім келеді. Бірақ елес тәннің қолына ештеңе ілікпейді. Жасыратын не бар? Ауыл адамдарының түрлі әрекеттерін көріп, кейде нәпсінің жетегін еріп, қыз-келіншектермен жақындасқың келеді. Бірақ онан не пайда? Елес тәнде нәпсіні қанағаттандырар еш мүмкіндік жоқ. Шынымды айтсам, өлгеннен кейінгі өмірім осындай азаппен өтіп келеді. Кейде жанымды қоярға жер таппай қатты қиналамын. Сондайда молаларында тыныш жатқан өліктерге өлердей қызығамын. Неге өзіме қол салдым, неге ақымақшылық жасадым деп өзегім өкінішке толады. Сен ешқашанда мұндай қадамға барма деді. Содан кейін маған қарап, ғашық-машық дегенің қандай болатынын көрдің ғой. Салдақы қыздарға ренжіп, соған бола өміріңді қию нағыз ақымақтық. Бірақ моладағы адамдардың не істеп жатқанын сен білмейсің ғой деймін мен. Бәлкім олар да азап тартып жатқан шығар. Мүмкін. Бірақ олар әйтеуір молаларында шыға алмайды. Ешкімге зияны жоқ. Тірі адамдардың өздері туралы не айтып жатқанын ауылдастарының арасындағы естір құлаққа ерсі арсыздықтарды олар енді білмейді және көрмейді. Мен Есбергенді сол сәт қатты аяп кеттім. Елес әруақ болып жападан жалғыз жүру оңай деймісің? Бәлкім мұның бір соңы болатын шығар. Осы ойымды айтқанымда ол білмеймін. Мүмкін мен де күндердің бір күні моладағы әруаққа қосылармын деді. Сол әңгімеден Есберген мені ауылдың қызықтарын тамашалауға шақырмайтын болды. Екеуміз жай әжік-күжік әңгімеден құрамыз. Ауылдағы болып жатқан жаңалықтарды ол онсыз да үйлерді аралап жүріп естіп біледі екен. Сондықтан ондайларды ауызға онша ала қоймаймыз. Ол менен негізінен елдегі, әлемдегі болып жатқан жаңалықтарды естіп білгісі келеді.